Мен келіншегім бүгін тағы да ұйықтап қалды. Совсем Ерте тұрам деп еді. кешке дейін ұйықтаған жоқпын мен совсем. Сәрсен барып көріп келші, үйдегілер бар ма, ояу жүр ма? Тап-тыныш что-то ұйықтап отқан сияқты. Шешіп отыр ма екен әлі? Естіп жауап. Сен бәрін базарға алып кетсей, айналып кетейін деп. Сосын мен шығамын. Обед істеп қоясың ба? Иә. Сен андай банка ойлап тапшы. 8 сағаттан көп ұйықтасаң ше, мысалы 10 сағат ұйықтайсың ғой. 8 сағатын аласың да, қалған 2 сағатын сол банкаға салып қоясың ше. Потом сол 2 сағатты банкаға салып қоясың да, потом ұйқың келген кезде сол банканы ашып ішіп аласың да, потом 2 сағат ұйқың келмейді. Сосын қыздың артынан дүниесін берген кезде, қыздың артынан не беріп десе, бір гамаз ұйқысын берді деп айтады бір. Ойлашы енді, ертең керек болады десем, бүгін ұйықтайсың да, 8 сағаттан арсың банкаға салып қоясың. Изобретение века болады ғой. Сен бизнес-идея айт дейсің, вот айтып жатырмын. Сен осындай банк ойлап тапсаң, көп адам алады. Сосын айтамын. Бастар жоқ. Сөйтші жан. Все, қазір. Ойланайын отырып, қайтып істеу керек. Шығарайын сол плаканы.